Түн, үйде бәрі ұйықтап жатыр. Кенет жүрегіңіз тамағыңызда соғып тұрғандай мазасыз күйде оянасыз. Ауа жетпей, кеуде тұсында бір өткір, ыстық түйін тұрғандай сезіледі. Үрейленіп, жиі-жиі жұтынасыз. Жөтеліп, төсектен тұрып су ішесіз. Бірақ тамақтағы әлгі бөгде зат кетпейді. Жабысып тұрғандай мазаңызды алады. Немесе басқа жағдай. Жұмыста мониторға қарап отырып, немесе жақындарыңызбен сөйлесіп тұрып, 5 минут сайын әлгі тамақтағы шәрікті жұтып жібергіңіз келеді. Ол ауырмағанымен бар екені білініп тұрады. Сөйлеуге де, тамақ ішуге де, толыққанды өмір сүруге де кедергі келтіреді. Осы жағдай сізге таныс па? Бүгін мен Мирас Ерланұлы. Біз тамақтағы түйін, орысша ком в горле сезімі туралы айтамын. Бұл мазасыздықтың нақты медициналық себептері қандай? Күнделікті жасап жүрген өңешке зиян келтіретін 3 қауіпті әдет. Видео соңында тамақ пен өңешті қорғауға көмектесетін киімді өсімдік тұнбасының құпиясын ашамын. Тамақтағы түйін стресс емес, қышқыл ма? Көптеген адамдар себепті мүлдем басқа жерден іздейді. Лор дәрігеріне барады. Тамағыңыз қызардан деген диагноз естіп, түрлі антисептиктермен шаяды. Эндокринологқа барады. Қалқанша безім ісіп кеткен жоқ па? Деп уайымдайды. Неврологқа барады. Мұны жүйкеден болған түйін, яғни невротический ком деп қабылдайды. Нәтижесінде адамдар шеңбер бойымен жылдар бойы жүреді. Жалған жеңілдік беретін жалбызды кәмпиттер жейді, ал асқазандағы ашуды басу үшін сода немесе дәрі ішеді. Бірақ шынайы себеп асқазан қышқылының өмешке көтерілуі. Медицинада бұл гастроэзофагиальды рефлюкс деп аталады. Асқазанда темірді ерте алатын күшті тұз қышқылы бар. Асқазанның ішкі қабығы арнайы шырышпен қорғалған. Ал өмеш пен жұтқыншақтың мұндай қорғанысы жоқ. Олардың шырышты қабаты өте нәзік. Қышқыл жоғары көтерілгенде өмеш химиялық күйік алады. Тамақтағы түйін сезімі бұл ісіну. Яғни ағзаңыз өзін созылмалы қышқыл күйігінен қорғауға тырысып жатуы. Өмеш пен асқазанның түйіскен жерінде сфинктер деп аталатын бұлшықетті сақина, яғни клапан бар. Сау клапан тамақты өткізеді де мық жабылады. Бірақ ол әлсірегенде ескіріп созылған резеңкеге айналады. Асқазан тамақты қорыту үшін жиырылғанда ішкі қысым артып, қышқыл әлсіз клапан арқылы жоғаратылады. Стресс диафрагманы спазмға ұшыратады, қысады. Өмеш асқазанға дәл осы диафрагма арқылы өтеді. Спазм болғанда диафрагма өмеш тесігін кеңейтіп жібереді де, клапанның толық жабылуына мүмкіндік бермейді. Ең қатаң диетада отырып, тек сұлы ботқасын жесеңіз де, егер жүйке жүйеңіз кернеуде болса, тамақтағы түйін кетпейді. Көп жағдайда бұл ауру тікелей емес, жанама белгілермен білінеді. Солардың негізгі төртеуіне тоқталайық. Бірінші, классикалық күйдіру, яғни изжога. Бұл ең көп таралған түрі. Майлы, қуырылған немесе ащы тамақтан кейін төс артында ашыған сезім пайда болады. Әсіресе еңкейіп, аяқ киім бауын байлағанда немесе жатқан кезде күшейеді. Бұл сәтте қышқыл, науадан аққан су сияқты асқазаннан өмешке еркін өтіп кетеді. Екінші, өт рефлюксі, яғни билиарлық рефлюкс. Мұнда классикалық күйдіру сезімі болмауы мүмкін. Негізгі белгілері: таңертеңгі жүрек айну, ауыздағы ащы дәм және тілдегі сарғыш өмес. Бұл өттің асқазанға, одан әрі өмешке көтерілуінің белгісі. Егер тіліңіз сары болса, қышқылды басатын қарапайым дәрілер жағдайды ушықтыруы мүмкін. Себебі асқазан қышқылы өттің агрессиясын жұмсартып тұрады. Қышқыл тым азайса, өт шырышты қабатты еркін зақымдай бастайды. Үшінші, үнсіз рефлюкс, немесе ларингофарингеальды. Ең айлалы түрі. Күйдіру мүлдем сезілмейді, бірақ ұйқы кезінде асқазан шырынының микроскопиялық тамшылары кеңірдек пен дауыс желбезектеріне жетеді. Нәтижесінде созылмалы жөтел, таңертеңгі дауыс қарлығуы. Қышқыл өкпеге дейін жеткенде астмаға ұқсас жөтел басталады. Мұндайда пульмонологтар ингалятор жазуы мүмкін, бірақ негізгі емді асқазаннан бастау керек. Төртінші, жүйке түйіні. Бұл жерде күйдіру жоқ. Кек тамақ бойында тұрақты ыңғайсыздық сезіледі. Көбіне кешкісін немесе ауыр жұмыс, стресс пен жанжалдан кейін күшейеді. Бұл стресс тудырған диафрагма спазмы мен қышқылдың жұмсақ тітіркендіруі қосылған кездегі физикалық реакция. Тұнбалар мен диета көмекші құралдар. Бірақ төмендегі қызыл жалаушалар пайда болса, уақыт жоғалтпай дереу гастроскопиядан өтуіміз қажет. Егер диетасыз бір айда 5-10 килограмм жоғалтсаңыз, қатты тамақтың өмеш бойымен өтуі қиындап, оны сумен ішуге мәжбүр болсаңыз. Қара түсті шайыр тәріздес нәжіс немесе кофе қоюына ұқсас құсу. Қандағы гемоглобин мен темір деңгейі дәрі ішсеңіз де көтерілмесе.
Бұл белгілерді елемеудің соңы өте ауыр болуы мүмкін. Денсаулыққа бейжай қарамаңыз. Рефлюкстен құтылғыңыз келсе, мына әрекеттерді дереу доғарыңыз. Бірінші, аш қарынға кофе ішу. Таңертеңгі бос асқазанға ішілген кофе қорыту жүйесіне жасалған соққы. Кофеин өмеш клапанын, сфинктерді босаныстып, ашып жібереді. Сонымен бірге тұз қышқылының көп бөлінуін ынталандырады. Нәтижесінде асқазанда тамақ жоқ, бірақ қышқыл толып тұр және клапан ашық. Бұл тікелей эрозия мен язваға апаратын жол. Шешімі: таңғы ас міндетті түрде жабысқақ, мысалы сұлы ботқасы болуы керек. Кофені тек тамақтан кейін ғана ішіңіз. Екінші, тамақты суық сумен ішу. Майлы ыстық тамақтан кейін мұздай су немесе компот ішу үлкен қателік. Асқазан тамақты қорыту үшін оны дене температурасына дейін жылытып, ферменттер бөледі. Мұздай су температуралық шок тудырып, төменгі клапанды спазммен жауып тастайды. Тамақ шекке өте алмайды. Нәтижесінде асқазан жиырылып, ішкі қысым артады. Жол жабық болғандықтан асқазан құрамы жоғарыға, өмешке атылады. Шешімі: тамақ кезінде тек бөлме температурасындағы жылы суды аз-аздан жұтып ішуге болады. Үшінші, кешкі астан соң оң жаққа қарап жату. Бұл таза анатомиялық мәселе. Асқазан симметриялы емес. Сол жаққа қарай еңкейген мүше. Сол жақпен жатсаңыз, қышқыл асқазанның төменгі бөлігінде қалады, ал клапан жоғарыда, қауіпсіз аймақта болады. Оң жақпен жатсаңыз, асқазан төңкеріледі. Қышқыл тікелей клапанның үстіне жиналады. Егер клапан сәл де болса әлсіз болса, ауырлық күшімен қышқыл түн бойы өмешіңізге ағып тұрады. Шешімі: биік жастықта сол жақ қырыңызбен ұйықтап үйреніңіз. Гастроэнтерологтар өсімдіктер тұңбасын ішуге кеңес береді. Ол өмештің, асқазанның, тіпті кеңірдектің қабырғаларын қалың, жабысқақ қабықпен қаптап, табиғи қорғаныс қабатын түседі. Бұл әдіс қышқылдықты бұзбайды, қорытуға кедергі жасамайды. Тек қабынуды басып, тіндерді өрттен сақтайды. Қажетті 3 компонент. Олар кез келген дәріханада бар. Зығыр тұқымы ұнтақталмаған керек. Оның басты құндылығы қабығында. Дұрыс демдегенде ол емдік өсімдік шырышын бөледі. Алтей тамыры. Бұл шырыш бөлетін шөптердің патшасы. Ол тіпті ауыр жараларды жазуға көмектесетін мықты табиғи регенератор. Дәріханалық түймедақ, яғни аптечная ромашка гүлдері. Өңеш пен жұтқыншақтың ісінуін басып, жергілікті қабынуды азайтады. Дайындау әдісі: таза шыны немесе сапалы металл термос алыңыз. 1 ас қасық тұтас зығыр тұқымын, 1 шай қасық ұсақтықталған алтей тамырын, 1 шай қасық түймедақ гүлдерін салыңыз. Шөптердің үстіне қайнап тұрған су құймаңыз. Қайнаған су зығырдың полисахаридтерін бұзады және түймедақтың эфир майларын жояды. Судың температурасы 80-85 градус болуы керек. Яғни шайнек қайнаған соң 5-7 минут ашық тұрса, осы температураға жетеді. Жарты литр ыстық суды құйып, термосты 2-3 сағатқа тығыз жауып қойыңыз. Әр жарты сағат сайын термосты жақсылап шайқаңыз. Зығыр тұқымдары үйкеліс арқылы шырышты мол бөледі. Нәтижесінде қою, кесел тәріздес, карамель түсті емдік тұнба дайын болады. Тұнбаны таңертең. Оянған соң 15 минуттан кейін жарты стақан тұнбаны баяу, ұсақ жұтымдармен ішіңіз. Содан кейін 20-30 минут күтіңіз. Қорғаныс қабығы асқазан қабырғасына бекісін. Содан кейін ғана таңғы ас ішіңіз, бірақ кофе емес. Күндіз. Тамақтан соң бірден еңкеймеңіз. Кем дегенде 1 сағат тік жүріңіз. Тығыз белдікті босатыңыз. Ол поршень сияқты асқазанға қысын жасайды. Тамақтан 1 сағат өткен соң ширек стақан пымба ішіңіз. Кешке. Ұйықтаудан 2 сағат бұрын қалған жарты стақанды ішіңіз. Бұл бүкіл түнге арналған қорғанышыңыз. Биік жастықта сол жақ қырыңызбен жатуды ұмытпаңыз. Тұңба ішкен кезде өмешке демалыс беру керек. Жұмсақ тамақтар. Қабыну кезінде қатты қияр, 40 қабат, редистен бас тартыңыз. Пісірілген алма пектинге бай, қышқылды сіңіреді. Асқабақ, сәбіз және кабачки пюресін жеңіз. Дұрыс майлар. Сапалы май, шырышты қабаттың үздік дәрісі. Жылы ботқаға сары май қосыңыз. Немесе тамақ алдында 1 қасық зәйтін майын ішіңіз. Шырғанақ, яғни облепиха майы. Бұл гастроэнтерологияның алтыны. Құрамындағы А, Е, К витаминдері тіндердің кез жазылуына, регенерацияға көмектеседі. Тамақтан 20 минут бұрын 1 шай қасық ішу өте пайдалы. Тұнба мен диетадан бөлек, дәрігерлер жиі айта бермейтін бір маңызды нюанс бар. Ашу, реніш және іште сақталған айтылмаған сөздер. Бұл тамақтағы түйіннің қайта оралуының басты себебі. Оның механикасы өте нақты.
Ашуланғанда немесе өзімізді қорғағыңыз келгенде, ежелгі инстинкт дауыс желбезектер мен кеңірдекке жеріл деген сигнал береді. Бірақ тәрбие немесе қорқыныш бұл импульсті блоктайды. Сіз үнсіз қалуға мәжбүр боласыз, ал тамақ бұлшықеттері тас болып қатып, спазм береді. Сонымен қатар, ми мен ас қорыту жолын байланыстыратын негізгі магистраль кезуші жүйке, яғни блуждающий нерв стресстен бұзылады. Асқазан жиырылып, тозық қышқылын шамадан тыс бөледі. Диафрагма спазмға ұшырап, клапанды ашып жібереді. Нәтижесінде қышқыл жоғарылатылады, ал тамақ айтылмаған сөздердің спазмынан жабылып тұр. Стрессті жіберетін қарапайым техника. Тамағыңыз қысыла бастағанда оңаша бөлмеге барып отырыңыз. Қолдарыңызды ішіңіздің үстіне қойып, ішпен, диафрагмамен 5 рет баяу, терең тыныс алыңыз. Тыныс шығару уақыты дем алудан 2 есе ұзын болсын. Бұл диафрагманы босаңсытып, кезуші жүйкеге массаж жасайды. Миға қауіп жоқ деген сигнал барып, спазм шегінеді. Тамақтағы түйін бұл жай ғана елес немесе психосоматика емес. Бұл нақты физиология. Клапан ашылды, қышқыл өмешті күйдірді, шырышты қабығы сынды. Бірақ бұл шешілетін мәселе. Жалған жеңілдік беретін кәмпиттер немесе содамен өртті өшіру бұл өрт сөндіру емес, тек дабыл сигналын өшіріп тастаумен тең. Егер бұл ақпарат сіз үшін пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Өзіңізді күтіміз. Сау болыңыз.